Құрметті оқушылар, мен сіздермен қазір кері тригонометриялық функциялардың анықталуы және мәндер облысы жайлы біраз сөз айтпақпын. Енді бірден есепке көшетін болсақ, айталық бізге қандай да бір y тең арк синус x азайтылған 2 деген аргументтегі функция берілді. Осындай кері тригонометриялық функция. Енді бізге есептің шарты осы функцияның анықталу облысын тап дейді. Анықталу облысы. Енді анықталу облысын тап деген кезде біз ең бірінші кәдімгі y тең арк синус x деген функцияның анықталу облысын білуіміз керек болатын. Яғни бұл жағдайда біздің анықталу облысымыз -1 мен 1-дің арасында дейтінбіз. Демек біз есімізге түсіретін болсақ, кері тригонометриялық синустың графигін. Бізде графигіміздің түрі былай болатын. Мына жағы 1-ден, мына жағы -1-ден аспайтын. Енді мына жағына келетін болсақ, бұл жағы пи бөлінген 2 деп, мына жағы -пи бөлінген 2-ден артпайтын. Осы негізгі арк синус x-тің дәл осы ережеге сәйкес бізде міне бар жоғы өзгешелігі мына аргументте ғана. Яғни осы мына ережені мынаған қоя салып шығарамыз. Яғни x минус 2-ні мына жағына -1, мына жағына 1 деген мына бірден мынаны қолдансақ ережені. Сол кезде бізде x мына аралықта уже -2-ні мына жаққа апаратын болсақ 2 мен мынаны 1-ді біріктірсек 1 болады. 2 мен -1-ді мына жаққа апарсақ 3 болады. Демек біздің ізделінді берілген функциядағы іздеп отырған анықталу облысымыз міне анықталу облысы. X-міз 1 мен 3-тің арасында деуге болады, немесе оны кейде біз x тиісті былайынан 1 мен 3 деп жазып атамыз. Мейлі қайсын жазсақ та. Енді дәл осы функцияда мәндер облысын көрсет десе, мәндер облысы десе, біз міне мынарды көріп тұрғанымыздай, бізде мәндер облысы ол y-тің қабылдайтын мәндері. Бұл бізде мына оригинал функциядағы мәндер облысы ол -пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-нің арасында. Енді шын мәнісіндегі мына функцияда мәндер облысы тура осымен сәйкес болады. Тек қана бұл функцияның өзгешелігі, жалпы функцияның графигін түрлендіру кездегі өзгешелік мынау x бойынан 2 бірлік 10-ға қарай жылжиды деген сөз ғой, x минус 2 дегеніміз. Яғни мына бір график, мына ең басында берілген оригинал функцияның графигі бар болғаны 1, 2, мына жерде 0-де тұрған жері, 0-де тұрған төбесі функцияның осы араға келеді. Ары қарай қалғаны тура сол функцияның графигі қайталанады. Міне. Енді графикалық тұрғыда түсіндіретін болсақ. Яғни бізде бұнда мәндер облысында ешқандай өзгешелік болған жоқ. Сол себепті бұл функцияның анықталу облысы міне іздеп отырғанымыз мынау болды, ал мәндер облысымыз сол мына берілген функцияның өзі болды. Берілген функциядағы алғашқы функциясымен сай келді. Енді келесі бір есепті қарастырып көрейік. Келесі есебіміз айталық мынада есеп болсын. Бұл енді y тең арк косинус x азайтылған 3. Енді бұнда қарып тұрғанымыздай азайтылған 3 бөлік тұр. Арк косинус. Енді бұнда да бізге табу керек болсын, анықталу облысын және мәндер облысын дейікші. Осындай екі есеп берілді. Демек, енді бұл жерде де тура оригинал функцияның графигін көретін болсақ, бізде косинустың графигі, арк косинустың графигі. Бұлайнан. Мына жерде пимен тоқталатын. Бұл кәдімгі y тең арк косинус x-тің графигі. Енді осыған сәйкес қарайтын болсақ, бұл жерде мына функцияның анықталу облысы деп тұр. Бұл функцияның анықталу облысында біз тек мына жерді қараймыз. Себебі мынау азайтылған 3 деген жеке тұрған сан, ол мына графиктің y бойымен өзгерісін қарайды. Демек біздің графигіміз, мынау алғашқы графигіміз. Мына
мына арада пиде тұрса, пи бөлінген 2-де тұрса, мына орасы. Осы минус 3 бірлікке төмен қарай, мынарда минус 3 болып тұрғандықтан, осы минус 3 бірлікке қарай төмен қарай жылжыды деген сөз ғой. Демек, нақты айтатын болсақ, анықталу облысы сонымен біздікі минус 1 мен 1-дің арасында, ол ешқандай да өзгерген жоқ. Ал енді мәндер облысы, мынау 3 бірлікке жылжыды. Біз мына мысалы 1, 2, 3 деп санмен алып алсақ, мысалы минус 1, минус 2, минус 3 деп. Онда мынау пида тұрғанымыз 3 бірлік төмен жылжиды. Яғни мына жерде пи дегеніміз 3,14 ғой шын мәнісінде. Пи дегеніміз мынары болсын примерно. Енді ол 3 бірлікке жылжыды деген сөз. 3 бірлікке жылжыса, енді 1-ге жетпейтін міне 3 бірлік жылжытамыз. Примерно графигіміз осылай кетті деген сөз. Яғни алғашқы графигіміз 3 бірлік төмен түсті. Демек, енді математикалық тұрғыда, алгебралық тұрғыда қалай шығарамыз? Біз бар болғаны кәдімгі мына оригинал жағдайды қараймыз. Бұл жағдайдағы арк косинустың мәндер облысы міне өзіміз көріп тұрғандай 0-ден пидің арасында, 0 мен пидің арасында. Осы ережені қолдана саламыз есеп шығару барысында. Демек, арк косинус x минус 3 дегеніміз, демек біз мына пиге мынау жаңа бір сан алынып тұр, сондықтан мына жаққа 3-ті қоямыз да, мына жақта 0 болып тұр, а 0 дегеніміз 0-ді 3-ті алсақ, ол минус 3. Демек, біздің мәндер облысымыз, берілген функциядағы мәндер облысымыз минус 3 пен пи азайту 3-тің арасында болады екен. Міне, есебіміз осындай болмақ. Енді осы сияқты көптеген есептерді шығара беруге болады. Тағы да бір нақты мысалмен есеп шығарып көрейік. Нақты бір мысал, тағы да бір нақты мысалмен есеп шығарып көрсек. Мысалы бізге y тең, біраз күрделендіруге, арк косинус x азайтылған 3 плюс арк котангенс түбірасында x азайту 2. Осы функцияның анықталу облысын тап депті. Анықталу облысын тап десе, біз енді жаңағы жеке-жеке жағдайларды қарастырамыз. Тек қана мына жерде арк котангенс деген x, y тең арк котангенс x деген функцияның графигі x-іміз тиісті екенін ескеретін болсақ, және мынауымыз жаңағыдай оригинал функцияның графигі минус 1 мен 1-дің арасында екенін ескеретін болсақ, біз осы екі теңсіздіктің ортақ шешімін аламыз. Минус 1 мен 1 мынаны кер дедік қой. Енді бізде тек қана бір шектеулер бар. Бұл жерде x минус 3 минус 1 мен 1-дің арасында дейміз. Ал мына жерде түбір астында болғандықтан бізде түбір астындағы өрнек ол теріс емес болу керек деген ереже бар. Демек, мына жерде x-іміз есепті шығаратын болсақ 4 пен 2-ның арасында, ал мына жерде x-іміз үлкен 2-ден. Енді екеуіне ортақ шешімді алатын болсақ, бір сан тізуіне қарайтын болсақ, мұнанқы жоғары жақтан алайын. 2 мен 4. Ал мұнанқы 2-ден үлкен. Қатаң емес теңсіздік. Демек, біздің жауабымыз 2 мен 4-дің арасы болмақ. X-іміз тиісті анықталуы болса. Рахмет.